Қайырлы күн достар, баршаңызға бүгін сіздерге ИП жабу бойынша түсіндіретін боламын. Яғни кабинет КГД.gov.kz порталы арқылы іске асыратын боламыз. Өздеріңіз білетіндей 28 желтоқсан айынан бастап кабинет салық KZ порталы жұмыс жасамайды. Сол себептен осы порталды біз іске асыратын боламыз. Яғни бірінші кезекте біз өзіміздің ЭЦП кілтімізбен кіріп аламыз. Одан соң екінші мәселе бұл лицевой счет. Яғни сіздер өздеріңіздің счеттарыңызды қарап шығасыздар. Қарыз бар ма, жоқ па бүгінгі таңға. Яғни 29 қаңтар 29 желтоқсан кешіріңіздер 2023 жыл үшін мен обновление жасап, бүгін 19:35 сағат. Осы уақытқа қарап отырмын, ешқандай қарыз жоқ. Бұл мәселе шешілді. Екінші кезекте сервисы деген бөлікте біз регистрационные данные дегеннен өзіміздің жеке мәліметімізді көріп аламыз. Яғни сізде касса бар ма, жоқ па? Касса болса, қай жерде ашылған, Транстелеком ба, Қазақтелеком ба, қандай қызмет бойынша, қандай портал арқылы сізге ИП-іңізға касса тіркелген, сол бойынша сіздер учеттан шығаратын боласыздар. Бұған дейінгі тақырыпта мен сіздерде жеке видеоролик салғанмын, осы YouTube каналымда қарасаңыздар болады, касса шешу бойынша. Бірінші кассамызды шешіп аламыз, егер касса болса. Ал егерде касса жоқ болса, біз ИП-імізді жабуға әрекет жасаймыз. ИП-ні жабу үшін формы налоговой отчетности дегенге барамыз, ол жерден журнал форумды қараймыз. Біздің отчеттарымыз түгел ма, кешігіп тапсырылған ба, немесе қалып кеткен отчеттарымыз болса қарап шығамыз. Яғни бұл жерде қалып кеткен ешқандай отчет жоқ. Сол себептен біз жабуға кірісетін боламыз. Яғни 910 упрощенный салық режимі бойынша жабуды көрсетейін. Заполнение новой формы дегенді таңдаймыз. ФНО. Бұның ішінен, ФНО-ның ішінен сіздерге не үшін мен детально түсіндіріп отырмын. Себебі көпшілігі осы лицевой счетпен регистрационный данныйдағы кассаны қарызы бола тұра жабуға жібереді. Ол кезде жабылмай біраз мәселе туындайды, яғни жабу процесі ұзаққа созылады. Сол себептен жабудан алдын біраз осы мәліметтердің барлығын тексеріп шығуға, мұқият болуға тырысыңыздар. Келесі 910 упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса деген таңдаймыз. Осы жерден біз өзіміздің екінші жарты жылдық, яғни бухгалтерлік учет жүргізе ма, не ведет. Ликвидационный отчет таңдаймыз. Одан соң осы мәселеде де ликвидационный, яғни сіздер алғаш рет ашылып, осы екінші жарты жылдықта ашылған болса, первоначальный және ликвидационный екі жерге де галочка ұрасыздар. Осындай мәселелерге де мұқият болыңыздар. Бұл алтыншы декларацияда осы жерде сіздер дұрыс таңдауларыңыз керек. Одан кейін нулевкамен жабатын болса, бұл кісіге біз тек медстраховкаға 0 қойып шығамыз. Келесі төртінші бетке өтеміз. Яғни төртінші бетте біз код государственных доходов по месту нахождения, яғни ИП-ның тіркелген адресі бойынша салық органын таңдайтын боламыз. Ал екінші бұл прописка бойынша, место жительства бойынша таңдаймыз. Сіздер мысалы Шымкентте ИП-іңізді ашып жүргізіп, өзіңіздің тұрғылықты мекенжайыңыз Астана болса, яғни сіздер Астананы көрсетесіздер. Осы мәселеге де мұқият болыңыздар. Неге? Ал егерде сіздерде доходтарыңыз, табыстарыңыз қай қалада, қай ауылдық округке төленді, яғни бұл жеке табыс салығы бойынша, бұл жерде де сол өздеріңіздің қарасты ауылдық округ болса, ауылдық округті, қала болса, сол қаланы таңдайтын боласыздар. Проверить заполнение, ең соңында проверить заполнение, ошибок нет. Яғни отправить ОГД деп біз салық органына жіберетін боламыз. Өзіміздің РЦ кілтімен қол қойып жібереміз.
Келесі біз заявление жібереміз, яғни біз жабуға заявка тастайтын боламыз. Бұл жерде прекращение деятельности 029 кодтағы осы налоговый заявлениені жіберетін боламыз. Бұл жерде өзіміздің таңдаған режимге байланысты 67 кодексті таңдаймыз. Статья 67 налоговый кодекс таңдаймыз бірінші бетінде. Екінші бетінде біз өзіміздің төлемдер бойынша кодтарымызды жазып шығамыз. 101, 202, 103, 101 бұл ИПН, социальный налог, пенсионный, социальный отчисление және медстраховканың кодтары. Одан соң біз код органы государственных доходов дегеннен өзіміздің ИП-ңымыздың тіркелген кодын таңдаймыз. Қай налоговый органға тіркелген, соны таңдаймыз. Осылай таңдап болған соң выбрать батырмасын басып, проверить заполнение. Ошибок жоқ болған жағдайда отправить ОГД деп РСА кілтімізбен қол қойып жіберетін боламыз. Мен ақпаратым баршаңызға пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп қойыңыздар, өте көптеген пайдалы тегін ақпараттармен, курстардан пәленбай мың теңгеге сатып алып, оқып, жұмыс жасап жатқан адамдар көп. Мен осы ақпараттарды тегін ұсынатын боламын. Ал егер ИП жабу қызметі бойынша мүлдем түсініксіз болса, менің қызметіме жүгіне аласыздар.